Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үгілмелі қамырдан жасалатын алмалы пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бөлме температурасындағы жылы сары майға шым-шым тұз, ванильді қант және қант салып, үлкейіп ағарғанша миксермен араластырамыз. Бөлме температурасындағы жылы жұмыртқаны қосып, бір келкі болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. 3 ас қасық жылы сүтті қосып, миксермен тағы да бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш және ұнның жартысын елекпен илеп, массамызға қосамыз. Лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Ұнның қалған жартысын үстелдің үстіне илейміз. Массамызды ұнның үстіне салып, барлығын біріктіреміз. Көп араластырмаймыз, тез-тез біріктіруге тырысамыз. Егер ұн көп болса, 1-2 қасық сүт қосуға болады. Егер ұн жеткіліксіз болса, онда ұн қосуға болады. Барлығы біріккен соң, қамырдың 3/4 бөлігін бөліп алып, пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Бұл пирогты формада немесе мен сияқты кольцода жасауға болады. Диаметрі 21 см. Қалған қамырдың барлығын шетіне және астына жақсылап жайғастырып шығамыз. Салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. 4 орташа алманың қабығын және ортасына алып тастап, үкіштің ең үлкен бөлігімен үгітеміз. Жібітілген мейіз саламыз. Қантқа даршынды қосып, жақсылап араластырып, массамызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер алма қатты сулы болса, онда 2 ас қасық крахмал салып араластыруға болады. Сонда сулы болмайды. Тоңазытқыштан дайындап қойған формамызды алып, алманы жайғастырып, жақсылап жайып шығамыз. Пакеттегі қамырымызды алып, қалыңдығы 3-4 мм болатындай қылып жайып, осындай дөңгелекшелер немесе ұзынша сызықтар жасап, пирогтың үстіне әдемілеп жайғастырамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште үсті кішкене қызарғанша 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Пирог осындай әдемі болып шықты. Кольцо өте оңай шешіледі және пергамент қағазы немесе тефлонды кілемшеден өте оңай алынады. Үстіне қант ұнтағын сепсе болады, немесе осылай ұсынсаңыз да болады. Пирог өте әдемі және дәмді болып шықты. Істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіріңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.